Әріптестерге көп рахмет, ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Жаздың ыстық күнінде сіздермен бірге Асхат Садырбай Және Аша Матай. Мына ыстықта суық шайдан артығы жоқ, Асхат. Бұл ретте фьюсти салқын шайы жақсы көмекші. Әсіресе тіл үйрер жаңа дәм, манго мен түймедақтың қосындысы бар көк шай бірден жаныңызды рахатқа бөлейді. Экзотикалық дәм мен хош иіс ерекше әсерге бөлейді. Тәтті көк шай мен шөліңді қандырасың. Аша, сен фьюз шайдан ұрттап отыр, енді мен іше алмаймын, өкінішке орай оразамын, ал біз кезекті келесі айдарға береміз. Құп болады кезекте афиш айдары. Бүгін Алматыдағы вернисаж камералық галереясында немен тамсанамыз, кімді жақсы көреміз атты көрме өтеді. Ал Ақтөбе қаласында Қазақстан бәйтерегі Астана атты көрме болады. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында өтетін көрме таңғы сағат 10:00-де ашылады. Елордада да Астана қазақ елінің астанасы атты кітап көрмесі Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында өтеді. Көрме сағат 10:00-де ашылады. 17 шілде күні Қостанай қаласы Астық жан сауда орталығындағы алаңда Шапито Циркус Ленд циркінің актерлері өнер көрсететін болады. Басталу уақыты кешкі сағат 19:00-де. 18 шілде күні Қарағанды академиялық музыкалық комедия театрында Алтын балапан атты қойылым болады. Басталу уақыты кешкі сағат 17:00-де. 19 шілде күні Алматы қаласындағы Зазеркалье қуыршақ театрында сағат 11:00-де Мишка и Ко атты қойылым болады. 20 шілде күні Қарағанды академиялық музыкалық комедия театрында Саз қатпа атты қойылым болады. Басталу уақыты 11:30-да.